Бұл қазақтың даласы, бұл ұлттың тарихы, болмысы, рухы. Осы далада бір алып дүниеге келді. Ол Абай Құнанбайұлы. Ол тек ақын емес, ол ұлтты оятқан, болашаққа жетелеген кемеңгер. Абай ұлттың рухани жүрегі, Абай ұлттық ойдың асқар шыңы. Қара сөздерімен адамды тәрбиеге шақырды, өлеңдерімен ұрпақты ізгілікке, білімге үндеді. Ол әр қазақтың жүрегіне сәуле құйды, санасына серпіліс берді. Абай ұлттық жаңғырудың алғашқы жаршысы. Ол бізге мынадай жол қалдырды. Білім мен ғылымсыз ел өрге шықпайды. Адам болам десең еңбек ет. Өз бойыңдағы жалқаулықты, мақтаншақтықты жең. Бұл бүгінгі ұрпаққа арналған үндеу емес пе? Бұл бүгінгі жаңғырудың негізі емес пе? Абай тек өткеннің кейіпкері емес, Абай бүгін мен ертеңнің шамшырағы. Абай ұлттық кодың, рухани тамырың. Оны оқыған сайын өзіңді танисың, ойың оянады, жаның тазарады, өмірдің терең мәнін түсіне бастайсың. Абай ұлттық бірліктің символы, оның сөзі бүкіл адамзатқа ортақ. Ол дінді ақылмен, ғылыммен байланыстырды. Ол адамды жүрекпен, армен бағалады. Ол әділеттің, парасаттың, кісіліктің үлгісі болды. Біз жаңғыруды іздесек, Абайға оралуымыз керек. Біз ел болғымыз келсе, Абайды ұғуымыз керек. Абай өткел емес, Абай бағыт, Абай маяк, Абай ұлттың рухани компасы. Абай ұлттық рух пен жаңғырудың символы. Абайды оқы, Абайды тыңда, Абаймен өсу болашаққа жол.